Сәлеметсіздер ме? Мен Шығыс Қазақстан технология колледжінің қоғамдық пәндер оқытушысы Олжабаева Баян Оразбековна. Бүгін дүниежүзі тарихы пәнінің 1920-30 жылдардағы халықаралық қатынастар тақырыбын өтетін боламыз. Сабағымыздың мақсаты 1920-30 жылдардағы дүние жүзіндегі өзгерістерді баяндай отыра халықаралық қатынастар туралы толық түсінік беру, хронологиясын анықтап, оның зардаптарына баға беру. Бүгінгі сабағымызды Николай Глазковтың сөзімен бастағым келіп отыр. 20 ғасыр таңғаларлық ғасыр. Тарих үшін қаншалықты қызықты болғанмен, сол кездегі халық үшін тым қайғылы деген болады. Халықаралық қатынастар тақырыбын түсінбес бұрын бұл терминге анықтама берейік. Халықаралық қатынастар дегеніміз мемлекеттер мен мемлекеттік жүйелер халықаралық көлемде әрекет ететін ұйымдар мен қозғалыстар, әлеуметтік, экономикалық, саяси күштердің арасындағы дипломатиялық, саяси, құқықтық, идеологиялық, мәдени шаруашылық байланыстардың жиынтығы дейміз. Негізінде 1920-30 жылдардағы халықаралық қатынасты екі кезеңге бөлеміз. 20 жылдар бұл пацифизм кезеңі деп аталады. Пацифизм дегеніміз бейбітшілікті жақтайтын, зорлық-зомбылықты жоюға бағытталған идеология. Өздеріңіз білетіндей, Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін Версаль-Вашингтон жүйесі құрылды. Бұл жүйеде Ұлттар лигасының құрылуы да аталған болатын. Бұның басты себебі ендігәрі тарихта бұндай соғысты болдырмау. Бірінші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан кейін, 21 жылдан кейін екінші дүниежүзілік соғыс басталды. Бұған қандай себеп түрткі болды? Оның алғы шарттары қандай болды деген сұраққа жауап береміз. Версаль-Вашингтон жүйесі әділетсіз жүйелердің бірі болды. Өйткені жеңген мемлекеттер мен жеңілген мемлекеттердің арасындағы қарама қайшылықтар орнай бастады. 1922 жылы Генуяда Еуропадағы экономиканы қалпына келтіруді талқылау мақсатымен халықаралық конференция өтті. Бұл конференцияға алғаш рет КСРО делегациясы мен Германия делегациясы шақырылды. Экономикалық ынтымақтастық туралы келіссөздер нәтижесіз аяқталды. Бірақ бұл екі елдің басты мақсаты бұл конференцияға қатысу емес, ал 1922 жылы Рапаллада кездесіп, келісім шартқа отыру. Сәуір айында КСРО мен Германия арасында өзара талаптардан бас тарту туралы шартқа қол қойылды. Кеңес-Герман келісімі екі мемлекет арасындағы ондаған жылдарға созылған белсенді экономикалық және соғыс техникалық ынтымақтық кезеңін ашқан болатын. Бұдан біраз үрейленген Батыс Еуропа мемлекеттері 1924 пен 1933 жылдар аралығында кеңес үкіметін таныды. Тек жалғыз ақш мемлекеті ғана 1930 жылға дейін бұл КСРО мемлекетін танығысы келмеді. Тек 1933 жылы Германияда фашизм билік басына келгеннен кейін КСРОны мемлекет ретінде таныды. 1925 жылы Дауэш жоспары жүзеге асырылды. ақш бұл кезде Батыс Еуропа мемлекеттеріне қарыз беруші мемлекетке айналды. Бұл одақтас мемлекеттерден қарызын қайтару үшін 800 миллион ақш долларын Германияға қарыз берді. Ал Германия өзінің репарациялық қарызын жеңген мемлекеттерге қайтарды. Алған қарызды одақтастар ақшқа қайтарған болатын. 1929 жылы дүниежүзілік экономикалық дағдарысқа байланысты Германия қарызын қайтара алмай қалды. Соған байланысты ақшта Юнг жоспары құрылды. Бұл жоспар бойынша Германия жыл сайын 2 миллиард марка төлеп тұратын болды. Яғни, дәл осы жерде біз сіздермен жаңағы сұраққа жауап беретін боламыз. Екі дүниежүзілік соғыс арасындағы басты мәселелердің бірі бұл дүниежүзілік экономикалық дағдарыс. Осы дағдарыстан кейін билік басына фашистік қозғалыс келе бастады. Жапония
Германия және Италия мемлекеттеріне. Ең алғаш осы Версаль-Вашингтон жүйесін бұзған бұл Жапон елі болған болатын. 1931 жылы Жапония Қытайдың Манчжурия жерін басып алып, Манчжоу-го деп аталатын қуыршақ мемлекетін құрды. 1933 жылы Ұлттар лигасынан Жапония мемлекеті шығып кетті. Ал 1937 жылы Қытай мемлекетін бірден олардың астанасы Пекин қаласын басып алған болатын. Сөйтіп бірте-бірте ең алғаш рет Италия жерінде фашизм туған болатын және Германия жерінде жалғасын тапты. Фашизмнің негізін қалаған Италияның қолбасшысы Бенито Муссолини, Германияда Адольф Гитлер. Әлемде фашизм бірте-бірте Батыс Еуропа елдеріне, Шығыс Еуропа елдеріне тарай бастады. 1937 жылы Берлин, Рим, Токио одақтас елдер ось құрды. Бұл елдерден осы одақтан қорыққан, үрейленген Батыс Еуропа мемлекеттері әрбіреуі құпия түрде кеңес Англия, француз кеңес, француз Германия келіссөздер жүргізілген болатын. Сөйтіп бірте-бірте әлемде фашистік бағыт алған болатын. 1939 жылы Екінші дүниежүзілік соғысқа бір апта қалған кезде 23 тамызда Гитлерлік Германия мен КСРО арасында өзара шабуылдаспау туралы пактіге қол қойылды. Риббентроп-Молотов пактісі деп аталған болатын. Бір аптадан кейін 1939 жылы 1 қыркүйекте Гитлерлік Германия соғыс жарияламастан Польша жеріне шабуыл жасады. Сөйтіп, Екінші дүниежүзілік соғыс басталып кеткен болатын. Сөйтіп, бүгінгі біздің лекциямыз аяқталды. Енді тапсырмаларға кірісейік. Бірінші тапсырма бойынша Екінші дүниежүзілік соғыс қарсаңындағы екі одақты көрсетіңіздер. Екінші тапсырмамыз. Берілген 6 сұраққа жазбаша түрде жауап беріңіздер. Үшінші тапсырмамыз. Оқиғаларды уақыт түзуі бойынша орналастырыңыздар. Төртінші тапсырмамыз. Өзекті сұрақ. Қандай іс-әрекетпен Германия, Италия және Япония Версаль-Вашингтон жүйесін бұзды? Келесі тапсырмамыз. Математикалық лото. Ең озық. Бұл есептерді шығарған кезде шыққан сан тарихи оқиғамен байланысты. Тарихи оқиғаларды табыңыздар. Соңғы тапсырмамыз 4 сурет, 1 жауап деп аталады. Осы 4 сурет негізінде бір сөз шығу керек. Бүгінгі біздің тақырыбымызға байланысты. Орындаған тапсырмаларыңыздың жауабын Google Classroom платформасына жүктеңіздер. Қош, сау болыңыздар.